Сәлеметсіңдер ме оқушылар, музыка сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің ұстазым. Балалар, мектептегі ең маңызды тұлға кім деп ойлайсыңдар? Әрине, ұстаз. Енді мына жұмбақты шешіп көріңдер. Білімнің жолбасшысы, шәкірттің қолбасшысы. Ол кім? Ол мұғалім. Балалар, адамдар өздерінің көңіл-күйін түрлі эмоциялар арқылы білдіреді. Қалай ойлайсыңдар, әнде, музыкада көңіл-күй болады ма? Әрине болады. Бүгінгі сабағымызда біз мұғалім ол біздің әнін үйренеміз және де әннің қандай көңіл-күйді білдіріп тұрғанын айтамыз. Әртүрлі шығармалардың көңіл-күйін ажырататын боламыз. Ең алдымен мұғалім ол біздің әнін тыңдап көрейік. Өлеңін жазған Әлімбаев, әнін жазған Нүсіпбаев. Білімнің тіліндей әліппе ұстатқан, оқуға іркілмей тоқуға ұстатқан, қамқоры ұл қыздың, мұғалім ұл біздің, қиынға түсуге үйреткен қашанда, жаманнан безуге, жақсылық жасауға, қамқоры ұл қыздың, мұғалім ұл біздің. Әнді тыңдадық. Ән қандай сезімді оятады? Әннен қандай көңіл-күйді сезіндіңдер? Айтып көріңдер. Енді балалар біз сендермен осы мұғалім ол біздің әнін үйренетін боламыз. Өлеңді мұқият тыңдадыңдар. Мен айтамын, сосын қайталаңдар. Білімнің кілтіндей әліппе ұстатқан, оқуға іркілмей тоқуға ұстартқан, қамқоры ұл қыздың, мұғалім ол біздің, қиынға төзуге үйреткен қашанда, жаманнан безуге, жақсылық жасауға, қамқоры ұл қыздың, мұғалім ол біздің. Келесі тапсырма. Суреттерге мұқият қараймыз. Бұл суреттерде адамдардың қандай көңіл-күйлері бейнеленген? Атап шығыңдар. Бірінші суреттегі адам қуанып тұр. Екінші суреттегі адам мұңайып тұрған секілді. Үшінші суретте ашуланып тұр. Ал төртінші суретте жадырап, күліп тұр. Ал соңғы суретте батыр адамның көңіл-күйі бейнеленген. Саған мұндай көңіл-күй түрлері таныс па? Жақсы, келесі тапсырмаға көшейік. Қандай көңіл-күй ойыны? Балалар, берілген шығармалар үзінділерін тыңдап, ол үзінділердің қандай көңіл-күйді білдіретінін, қандай аспаптармен орындалғандығын айтыңдар. Айлы күн, айлы
Келесі күйді тыңдап көрейік. Балалар, осы әндердің тембрін әңгімелеп көріңдер. Тембр дегеніміз дыбыс бояуы. Қорытынды, бүгінгі сабақта мұғалім ол біздің әнімен таныстыңдар, шығармалардың көңіл күйін ажыраттыңдар, тембр термині туралы білдіңдер. Енді сабаққа рефлексия беріп көріңдерші. Көңілді ноталар. Сабақты толық түсінсең, си нотасын таңда. Аздап қиналсаң, саған көмек керек болса, соль нотасын таңда. Сабақты мүлдем түсінбедім десең, ми нотасын таңда. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.